аяуланамыз. Әлия Асқарбек қызын сағынышпен еске аламыз. Өмірден өткен анама Алладан иман сұрайын, жанын етші жәннаттан анама дұға қылайын. Тыныш болсын жаны пәк, Құран қып күнде тұрайын. Пейіште болсын анашым, ниет қылып сұрайын. 1968 жыл 28 маусым Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданы Асубұлақ ауылында Асқарбек Қазанбайұлы мен Үміт Бақырай қызының отбасында Әлия Асқарбек қызы дүниеге келді. Үйдің кенжесі Әлияның алдында екі ағасы Тілеуберген мен Төлеген, екі апасы Мәнсия мен Мәулия бар еді. Әке шешесіне бір еркелеп, ағалары мен апаларына бір еркелеп өскен Әлияның бала кездегі ерке аты Шөлей болған екен. Солай бақытты балалық кезеңі 1975-1985 жылдары Ленин атындағы орта мектепте оқушылық өмірмен жалғасады. Әкесінің еркесінің бетінен ешкім қағып көрмеген екен. Тек ерке ғана емес, ақылды болып бой жетті. 1986 жылы Алматының бетке ұстар жоғары оқу орындарының бірі Алматы политехникалық институтына оқуға түсіп, студент атанады. Өте қуанышты сәттерді басынан кешіреді. Сондай бақытты сәттерінің бірі әкеміз Омаров Төлеубекпен танысып, 1989 жылы студент бола жүріп екеуі шаңырақ құрған мерейлі кезең еді. Үйдің кенжесі ерке қыз Әлия Саяқ ауылына келін болып түседі. Еркелігі мен еркіндігін, көркі мен көркем мінезін қатар алып жүрген анамыз сол әулетке тастай батып судай сіңіп кетеді. Жеңгелерін жақсы көрген әкеміздің бауырлары анамызды көке деп атап, әрқашан жанынан табылып көмектерін аямайтын. Ата-енесін де құрметтеп, ақ батасын алып, өздерінен кіші іні қарындастарын үйлендіріп, тұрмысқа беріп, еншілерін үлестіріп, нағыз жанашыр ана бола білді. Әулеттің үлкен әжесі Райхан енесінің де батасын алған аяулы келін болды. Бір қызығы әкеміз анамызды Алексей деп еркелетеді екен. Көз тимесін, сөз ермесін деген нанымнан болған ғой. Анамыз келін болса да еңбек жолын үзген емес. 1989-1996 жылдары мектеп аралық оқу өндірістік комбинатында лаборант болып жұмыс істеді. Қызметінде абыройлы атқарды, сыйлы болды. Осындай бақыты мен шаттығы тасыған отбасында 1990 жылы тұңғыш сәбиі Ақмарал дүниеге келіп, жас отбасының қуанышын одан сайын еселей түсті. Бақыт мекен еткен отбасында әрқашан береке болады ғой. 1992 жылы ат ұстар ұлы Дәулет дүние есігін ашты. Анамыздың көзінің ағы мен қарасындай болған қос құлыны, қос қуанышы оның қос қанатындай болды. Балаларына жақсы тәлім тәрбие беріп, бағып қағып, оқытып, тілеуін тілеп отыратын ата-анамыз олардың достарын да өз балаларындай көретін. Ақмаралды еркелетіп,
Кузькам, дәулетті дөкшім деп айналып толғанып отыратын. 2000 жылы жұмыс бабымен Жәйремге көшіп, 2001-2019 жылдар аралығында Жәйрем кен байыту комбинатында қызмет атқарды. Бұл жерде де бәрмен тез тіл табысып, жұмыстағы әріптестеріне сыйлы болды. Өзі де кісі сыйлай білетін ардақты жан еді ғой. Осындай берекелі отбасының иелері, анам мен әкем 35 жыл қол ұстасып, өмір айдынында бірге жүзді. Бақытты болды. ...2012 жылы қызы Ақмарал Сұңғат есімді жігіттің етегінен ұстап, өз шаңырағын құрды. Сөйтіп ата-анамыз алғаш рет құда-құдағи атанды. Ақмаралы Балқаш қаласының келіні болды. Аялы Әлинұр, Алина есімді балалары бар. Ақмарал мен анасының арасындағы ерекше байланыс екеуіне ғана тән тылсым еді. Күнде бір рет болса да хабарласып отыратын. Барлық немерелерін жанындай жақсы көріп, Жәйрем мен Балқаш ортасын алыссынбай тәттілерін алып беріп, барып беттерін сүйіп қайтатын. 2017 жылы Дәулет үйленіп, Айдана есімді келінін шаңыраққа кіргізді. Дүбірлеген той болды. Анам Айдошым деп жақсы көріп, бірден екеуі бір-біріне бауыр басып кетті. Дөкші мен Айдошы Аянат, Ермек, Ернат есімді немерелер сыйлады. Қара шаңырақ осылай биіктей берді. Немерелеріне қараймын, жандарына боламын деп, жұмыстан да өз еркімен шығып, үйде немерелерін еркелетіп, ертегісін айтып, мәпелеп отыратын әже болды. Қалған ғұмырын немерелеріне арнады. Бірақ өмірдің ағы мен қарасы қатар жүреді емес пе? 2000 жылы әпкесі Мәулияның, 2023 жылы сырлас досындай болған тете ағасы Төлегеннің өмірден өткені анамызға өте қатты батты. Ақмарал мен Дәулет анасының артынан қалған қос нағашысын қатты құрметтейді. Олардан анамыздың иісі шығады деп, Мәнсия апасы мен Тілеуберген ағасына ұзақ ғұмыр тілеп отырады. Анамыз бауырларында өте қатты жақсы көрді. Өте бауырмал еді. Мәнсия апасы отбасымен Қарағанды қаласына көшкенде, апам мен жездем жаққан сол үйдің ошағын ары қарай біз жалғайық деп, отбасымен ақылдасып сол үйді алып, ошағын жалғап, гүлдендіріп кетті. Анамыз ерекше жан еді. Туған туыс, құда жегжат, көрші көлем, әріптес, достар бірінде қалдырмай жақсы көріп, көмектесіп, тату болып, ерте кететінін сездім екен. Ешкімді де ренжітпей, қас қабағына қарап сөйлеп, керек жерінде ақылын да көмегін де аямайтын. Құдағилармен де сырлас құрбыдай, екі үйдің біріндей болып араласып, дәм тұзы жарасқан, өте тату сыйлы құдағи болған еді. Жиі қонақ шақырып, Құран оқытып, үлкендерден бата алып отыратын. Көңілді жүретін, өз отырған ортаның сәнін келтіретін еді. Әттең,
Тосыннан келген ажалға ешкімде тосқауыл бола алмады. Дәрігерлердің де қолынан келер еш қайран болмады. Өз аяғымен барып, аурухана есігін ашып, емделем деп барған анамыз 2024 жылы 27 маусымда 56 жасына бір күн ғана қалғанда мәңгілік мекеніне аттанып кете барды. Армандары мен мақсаттары көп еді. Сол жылы туған туыс, құда жекжат бәріне жазда келіңдер, ермегіме сүндет той, аянатыма тілашар той жасаймыз. Барлығыңның бастарыңды қосып шақырам деген анамыз қос немересінің бұл қызығын көре алмай кетті. Сол шақырғаны жаназасына шақырғандай барлық ағайын жұрт, туған туыс, құда жекжат жолдастары әулетімізге түскен қайғымызға ортақтасып келіп, анамыздың жаназасын шығарды. 60 жасқа енді аяқ басқан әкемізге бұл күндер оңай тиіп жатқан жоқ. Анамыз жасамаған жасын, көрмеген қызығын әкеміз көрсін. Ортамызда ұзақ өмір сүрсе екен деп Алладан тілейміз. Біз сізді жақсы көреміз, әке. Уақыт емші дегенмен балалар мен немерелері әлі күнге анасын, апасын сағынып іздейді, жылайды. Бірақ амал жоқ, көніп қояды. Немерелеріне мамаңа көмектесіп жүріңдер деп өсиетті айтып кеткен екен. Тұңғыш немересі Айошы апасының туған күнде WhatsApp арқылы кішкентай ғана жүрекпен: апа, туған күніңмен құттықтаймын, сағындым, қайта тіріліп келші деген хабарлама жазып қалдырыпты. Арқасынан сипап, әндетіп ұйықтататын еркесі болған Ермонтайы апасының аялы алақаны мен мейірімін аңсап әлі де жылайды. Барлық немерелерін өз қолымен шілде суына түсіріп, бағып қаққан апасы олардың қызығына тоймай, зейнет жасқа да жетпей, мәңгі келмеске кетті. Бүгін маусымның 28-інде анамыз 57 жасқа толар еді. Біздің қолдан келері асыл жар, аяулана, қимас бауыр, немерелерінің сүйікті апасының рухына Құран бағыштап, қол жайып дұға тілеу ғана. Орның пейіштен болсын жанына. Бақыт дейді, бақыт бар ма жалғанда? Көнеміз ғой тағдыр басқа салғанға. Өзімізді санаушы едік бақытты, анамызда ортамызда болғанда. Алла алды, өзі берген жандарын, тілейміз біз жұмақтан орын болғанын. Туыс, бауыр, достарынан сұраймыз, дұға оқып, естеріне алғанын. Жүрсем сағынарым, жабықсам шағынарым, анашым бір өзіңсің табынарым. Анашым шалқып күлсем, алдымда ұзақ жүрсем, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамда ешқашан қартаймайды, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамда ешқашан қартаймайды. Анашым шалқып күлсем, алдымда ұзақ жүрсем, жүрегім жыр толғайды,
ортаймайды анасы бар адамда